Бүгін баршаңызға менде самса, бізге қажетті ұн, айран, маргарин және де шай қасық, жарты шай қасық сода мен тұз керек болады. Ал кеттік. Бірінші ұнымызға маргаринімізді салып, жақсылап через терку өткізіп араластырып аламыз. Маргаринімді теркадан өткізіп болдым. Енді жақсылап араластырып, айранымызға мына содамызды және де тұзымызды араластырып қосамыз. Мұнда жаңа дайын маргаринмен араласқан ұнымызға жақсылап араластырып аламыз. Фаршымды, пиязымды барлығын майымында менде іш майы және тұз бұрышымды салып араластырып, ортасына самса начинка болады. Не, жаным? Екі бетіне кунжутты сеуіп, духовкаға жібереміз.